Құдайдың бұйырғаны өз уақытында болады. Ешқашан ерте емес, ешқашан кеш емес. Бастысы сабырлық пен сенім. Ақыл ойың санаң бар, жып-жылы төсек панаң бар. Еш себеп жоқ алаңдар, жаныңда әкең, анаң бар. Құдіреті шексіз Аллаға, шүкір етіңдер адамдар. Кездейсоқ кездесулер болмайды. Олар не сынақ, не жаза, немесе тағдырдың сыйы. Өзіңді жаман сезінген жерге ешқашан қайта оралма. Бір рет көмектесуден бас тартқан адамнан қайта көмек сұрама. Бір рет саған қиянат жасаған адамды қайта жаныңа жолатпа. Қыран құсты қыран етіп, аспанға самғатқан екі қанаты, ал адамды адам етіп, қырандай самғататын арманы мен мақсаты. Қалағаныңды істе, бәрібір өміріңнің соңына дейін өсектейді. Ешқашан есуастармен салғыласпа, оның деңгейіне түскен соң, ол сізді тәжірибесімен жеңіп кетеді. Екі ережені мықтап ұстан. Кім көрінгенмен ас ішкенше аш қал. Кім көрінген бірге болғанша жалғыз бол. Дүниеде үш нәрсе қайтып оралмайды: атылған оқ, айтылған сөз, өткен күн. Өмір деген зырқыраған пойыз секілді. Біреулер жармасып мініп жатыр, біреулер түсіп қалып жатыр, бірақ бәрінің баратын жері бір. Сіздер Омар Хайямның даналық сөздерімен таныс болдыңыздар. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.